Сәлем баршаңызға, менің есімім Мархабат, мен арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін вафельницаны қажет етпейтін осындай трубочкаларды дайындайтын боламыз. Менің арнама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ыдысқа жұмыртқа және де қантты қосып 5 минуттай массамыз ұлғайғанша, ағарғанша миксерлейтін боламыз. Міне осылай ағарып массамыз көтеріледі. Одан кейін бөлме температурасындағы ерітілген осындай сары майды, жұмсақ сары майды қосып, тағы да бір миксерлейміз. Содан соң жылы сүт қосамыз. Тағы да миксерлейміз. Алдын ала илегіштен өткізілген ұнды 2 бөліп салып миксерлейміз. Бірден ұнды салуға болмайды. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді қыздырылған табаға осылай 1 ас қасық қамырды салып, осылай дәл видеодағыдай етіп жайып шығамыз. Қыздырылғаннан кейін барып айналдырамыз. Ыстық күйінде бірден осылай орап шығамыз. Трубочкаларды 2 түрлі қылып жасауға болады. Егер де жұқа қылып қамырды жайсаңыз, онда қытырлақ болып шығады. Ал кішкене қалыңдау қылсаңыз, онда жұмсақтау болып шығады. Жасап көріңіздер. Егер ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Мархабат.